Сәлем достар, бүгін сіздерге Корей елінің криминалды шытырман оқиғалы байланыста фильмін қысқаша баяндайтын боламын. Бас кейіпкер Хан Су Жин бұрынғы полиция қызметкері, бүгінгі күнде Пусан қаласындағы құрылыс алаңында бригадир болып жұмыс жасайды. Жұмыс барысында құрылыс алаңының басшысы Юн мырза Су Джинді өзіне шақырып, келесі айдан бастап тұрақты түрде жұмысқа қабылданатындығын және жалақысының 20%-ға артатынын айтып қуантады. Жылы шыраймен әңгіме құра отырып, кейіпкеріміздің әйелімен бірге пәтер алуға әрекет етіп, біраз бөлігін жинап қойғанына қуанып отырғанын білдіреді. Кейіпкеріміздің жары Мион өзінің кішірек тамақтану орнын басқарады. Оның телефонына шағын бизнесті коммуналды төлемдер бойынша қолдау туралы сілтеме келеді. Еш ойланбастан сілтемеге өту арқылы телефондағы жеке мәліметтердің телефон алаяқтарының қолына өткенін байқамай қалады. Ал осы кезде құрылыс алаңында бөгде кісі кіріп, байланысты уақытша бұғаттап қояды. Содан кейін кейіпкеріміздің жарына Ким Хён Су есімді адам хабарласып: "Мен адвокатпын, сіздің күйеуіңіздің досымын. Күйеуіңіз қазір полиция бөлімшесінде. Оның немқұрайлылығы кесірінен құрылыста бір жұмысшы қайтыс болды" деп айтады. Абдырап қалған Мион күйеуіне қоңырау шалуға тырысады. Бірақ та Су Джин телефонда алмайды. Ал құрылыс алаңына хабарласқанда алаяқтар телефонды алып, "Мұнда қайғылы оқиға орын алды" деп әйелді одан ары қарай абыржыта түседі. Артынан адвокат күйеуін үлкен көлемдегі сомамен жауапкершіліктен аман алып қалуға болатынын айтады. Абдырап қалған әйелі үйге деп жинаған бар соманы ойланбастан адвокат айтқан шотқа аударып жібереді. Біраздан соң құрылыс алаңында байланыс қайта орнап, әйелінің қоңырауын көрген Су Джин қайта хабарласады. Күйеуінен ешқандай қайғылы оқиғаның болмағанын білген Мион банк бөлімшесіне жүгіреді. Алайда банк қызметкерінен барлық соманың шешіліп алынғанын естіп, талып түседі. Үйге қайтар жолда жолаушылар жолағынан өту кезінде оған адвокат телефон шалып, оны мазақ ете түседі. Сондай күйзелісті сәтте машинаның келіп соққанын да байқамай қалады. Ауыр халде аурухана төсегіне таңылған әйелін көргенде Су Джин ашуы келіп, қалайда алаяқтарды тауып кек алуды ойлайды. Сол кезде құрылыс басшысы хабарласып, өзінің ақымақтығынан бүкіл қызметкерлерінің 3 миллиард вон ақшасынан айырылғанын өкіне айтып, телефонды сөндіріп қояды. Юн мырзамен жолығамын деп келгенде бастықтың өз-өзіне қол салып қайтыс болғандығын көреді. Юн мырзаның хатшысынан сақтандыру компаниясынан тиімді ұсыныс естіп, барлық қызметкерлер туралы жеке деректердің берілгенін біледі. Құрылыс алаңындағы бейнебақылау камераларын қарау барысында мойнында татуы бар бөгде кісіні байқайды. Сол тату бойынша оны салуы мүмкін жерлерден сұрастыра келе, бейтаныс кісінің туристік компанияда жұмыс жасайтынын біледі. Жолда машинасын қатты соққы жасау арқылы тоқтатып, жұдырықтың дәмін татқыза отырып, тапсырыс беруші Дерим ауданындағы белгілі қылмыстық топ басшысы Пак мырза екендігін анықтайды. Кейін оны полиция бөлімшесіне апарып тапсырып, қылмыстың басында Пак мырзаның тұрғанын айтады. Алайда полиция қызметкерлері бұл қылмыстың түбі Қытай елінде жатқандығын айтып, жалпы қылмыскерлерді ұстау әрекетінің нәтижелі боларына күмәнді екенін білдіреді. Полиция бөлімі Пак басшыны ұстау операциясын жасайын деп жатқанда, Су Джин оны құтқарып, сеніміне ие болады. Өзінің көп қарызы бар екендігін, Қытайда пайда табуға көмектесуін Пак мырзадан сұрайды. Ол оған Қытайдың Соньян қаласына барып, Чон бастықты тауып, өзінің визиткасын берсе, жұмыстың табылатындығын айтады. Пак басшысының машина нөмірін полицияға хабарлап, оның қолға түсуіне көмектеседі. Полицияда Су Джиннің бұл әрекетінен оның Қытайдағы алаяқтардың бас орталығына баруы мүмкіндігі туралы болжап, оның ізіне түседі. Соньян қаласындағы қонақ үйде оны телефон алаяқтарының баскесерлері тергеп, сенім білдірген соң бас орталыққа әкеледі. Сол жердегі командаға қосыла отырып, алаяқтардың шебер жасалған схемасына тап болады. Команда мүшелері банк салымшыларын түрлі сылтаулармен қорқытып, салымын өздері айтқан жаңа шотқа аударуға көндіруге кіріседі. Бұған қарсы тұру үшін кейіпкеріміз байқамағандай телефон желісін үзіп жіберіп, бұл әрекеті үшін қатаң сөгіс алады.
Команда мүшелерінен орталықтың қызметі жайлы сұрай отырып, ең басында директор Хван деген кісінің тұрғанын біледі. Сол кезде телефонмен сөйлесіп жүрген жоспарлау бөлімінің басшысы Квак мырзаның даусын танып, әйелін алдап соққан адвокат Ким Хён Су екендігін біледі. Оған жақындай түсу мақсатында ақша ұрлап жатқан қызметкерлерді ұстап беріп, өзінің осы бөлімде істегісі келетінін айтады. Су Джиннің табандылығына риза болған Квак мырза оны ұсақ-түйек жұмыстар жасауға жалдайды. Осындағы ең жас, аңғал жігітпен сөйлесе отырып, Чон мырзаның орналасқан қабатында барлық орталықтың негізгі базасы бар екенін біледі. Лифт арқылы сол қабатқа көтеріліп, Чон мырзаның компьютерлерін ақтару барысында Пусандағы ақша айырбастау пункттерінің мекендері мен жұмыс ізденушілер үшін кепілдік қоры туралы жаңа жоспарды табады. Кореядағы полицейлер де құр жатпай, осы қылмыстық топтың соңына түседі. Сол кезде олар Су Джинге Қытайға өтуге жалған құжат жасап беруге көмектескен бойжеткенді тауып, сол бойжеткеннің соңына түседі. Су Джиннің жұмыс орнында жоқтығын байқаған Чон мырза оны тауып қамап қояды. Орталық қызметкерлері Квак мырзаның дайындаған тамаша сценарийі бойынша белгілі компанияға жұмысқа тұруға сұхбаттан өткен адамдарға хабарласып, жұмысқа тұру үшін кепілдік қорына белгілі бір соманы салу керектігіне сендіреді. Жұмыстары алға басып, табысқа жеткен олар қуанышқа бөленеді және де барлығына ақшалай сыйақы беріле бастайды. Кореядағы кейіпкеріміздің дос қызы берілген мәлімет бойынша Қытайдағы ақша айырбастау пунктіне келіп, үлкен соманы алып кету барысында қылмыскерлерге ұсталып қалады. Осы сәтте полиция қызметкерлері барлығын тұтқынға алып, қыздан Су Джиннің қайда екендігін сұрайды. Телефон арқылы хабарлама жететінін айтқан қыз полицияға хабарламаны күтуді айтады. Сол аралықта жоспарлау бөлімінің жас қызметкері Су Джинді қамаудан босатып жібереді. Кейіпкеріміз алаяқтық жоспарды тоқтату үшін күзетшілермен айқасқа түсіп, олардан кілтті алып, тоқ көзін зақымдап жұмысты тоқтатады. Осындай аласапыран кезде телефоннан мекенжай хабарламасын жіберу кезінде кейіпкеріміз Квак мырзаның күдігін туғызып, екеуінің арасында қоян қолтық төбелес болады. Осы сәтте Чон мырза Квакқа келіп, оның Хван мырзаға опасыздық жасағанын айтып, екеуінің арасында текетірес орын алады. Сондай тиімді сәтті пайдаланып, қызметкерлердің арасына қашып кетеді және де қолындағы телефонмен осы мекенжайды жіберетін орын іздейді. Бірақ та ғимарат ішінде желі ұстамай, ол шатырға шығуына тура келеді. Шатырға шығып, енді мекенжайды жіберейін деп тұрған кезінде Квактың жандаршаптары оны ұстап алып, қайтадан Квакқа апарады. Квак Чон мырзаның өлімін өз мойныңа алмасаң, әйеліңді өлтіртемін деп Су Джинге қоқан-лоққы жасайды. Содан соң Су Джин амалсыздан Хван мырзаға Чон мырзаны өлтіргені туралы мойындап телефон шалады. Осыдан кейін Квак өзіне риза болып, енді Су Джиннен құтылуға әрекет жасайды. Сол сәтте ғимаратқа полиция қызметкерлері басып кіреді. Абдырап қалған Квак қолындағы ақшасын алып шатырға қарай жүгіреді. Оның артынан Су Джин де асыға жүгіреді. Екеуі айқасқа түсіп, соңында Су Джин оны жеңіп шығады. Осы у-шуды естіген полиция қызметкерлері шатырға шығып, Квакты тұтқынға алады. Сонымен қатар қылмыстық топтың ұйымдастырушысы Хван мырза қолға түсіп, оның мүлкін тәркілеу нәтижесінде жұмысқа үміткерлер мен Пусан құрылыс алаңындағы қызметшілердің барлық жоғалтқан ақшалары өз иелеріне қайтарылады.